Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен сады. Бүгін шелпек дайындаймыз. Немесе жеті күлше деп те атайды. Бір үлкенірек ыдысқа сүт, су, тұз, еріген сары майды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы сұйықтығымызға қарай ұнды аз-аздан салып, тығыздығы орташа болатын қамыр илейміз. Тастай қатты болып кетпесін қамыр, немесе өте жұмсақ болып кетпесін, қолға жабыспай, ыдысқа жабыспай, қолға жабыспай. Осындай орташа тығыздықтағы эластичный қамыр илейміз. Және целлофан мешочкке салып, бір 20-30 минутқа тындырып қоямыз. Енді қамыр дайын болғаннан кейін столдың бетіне ұн сеуіп, қамырды жгут қылып тартып, жеті немесе 9 бөлікке бөліп аламыз. Мінекей бөліп алғаннан кейін ұнға аунатып шарик формировать етеміз. Өзімізге әрі қарай жаюға ыңғайлы болу үшін. Мінекей барлығын өте жұқа етіп жаямыз. Асықпай бәрін жайып шығу керек. Арасына орамал салып, одан кейін майды қыздырып қоямыз. Және де айта кететіні ескерту, шелпек жұқа болғандықтан тез піседі. Сондықтан қызып тұрған майға бір жағын саласыздар, екінші жағын аударасыздар, түсіресіздер. Мінекей қас қағым сәтте салдыңыз, аудардыңыз, түсірдіңіз, салдыңыз, аудардыңыз, түсірдіңіз. Дәл осындай әдіспен пісіріп алу керек. Шелпекті міне видеодағыдай қараңыз. Мінекей салдық, аудардық, түсірдік. Егер одан ұзағырақ қуыратын болсаңыздар, ол майды сіңіріп алады шелпек, және де қап-қатты болып кетеді. Сондықтан осылай жасап көріңіздер. Ас болсын.